Шөп жемейтін қой болған ба? Ертеде бір тақуа, ізгі жан біреуге бір қойын сатыпты. Сатып алған кісі біраз уақыттан кейін қойды әкеліп тұрып, әлгі жанға: "Қойыңды қайтып ал, себебі шөп жемейді" дейді. Тақуа кісі: "Шөп жемейтінін қайдан шығардыңыз?" деп сұрайды. Сонда әлгі сатып алушы: "Оны маған қатысы жоқ бір егінге жайылуға алып барып едім. Аузын ашпастан бірде-бір рет шөп жемеді" дейді. Сонда әлгі тақуа кісі: "Ей мырза, жаңылыс істепсің. Біліп ал, кісінің еккен егінін жеу біздің қойларымыздың да әдеті емес. Адал тапқан ақшаңа сатып алған шөпті бер" депті. Әлгі кісі барып айтқанындай істеп еді, қой шөп жей бастапты. Демек, өз заманында мұсылмандардың адал азық мәселесіне көңіл аударған жандардың иелігіндегі малдарына да әсері тиген екен.